Мен батыста 5 жыл жұмыс істедім, Оралда оқудан кейін. Мен мынандай ата-аналарды көрдім. Мынаған намаз оқытпай ақ қойшы деп. Мынаған намаз оқыма деп айт. Намаз оқығаннан кейін мынау бұзылды. Намаз оқымай тұрғанда жақсы еді деп. Намаз оқытпашы мынаған деп. Не деген сөзі? Мынаған намаз оқытпашы деген қандай ауыр сөз? Намаз оқығанға дейін мынау айтқанды алатын, айтқан сөзді тыңдайтын, жап жақсы әдемі бала еді, әдепті. Бірақ не қылды? Намаз оқығаннан кейін қолда жүрген бала, әдепті өсірген бала не болды? Бұзылып шыға келді. Бұл негізі қасірет. Сен намаз оқығанға дейін әдепті жақсы бала болсаң, сол жақсылығың әдемің одан сайын арту керек емес пе? Намаз оны кемітетін нәрсе емес. Намаз керісінше оны арттыру дейсіз. Демек, артпай жатса, сен оқып жатқан намазда проблем бар. Намазда проблем жоқ, сенде проблем бар. Себебі намаз талай адамды үзген. Ода не жоқ? Мен жоқ. Демек, мәселе саған қатысты.